Бәріне сәлем, бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын қазанға салып қойсаңыздар дәмді болып пісетін дімлема тамағын дайындаймыз. Мына тұрған заттардың қазір видеодан көресіздер қалай турау керектігін. Міне бірінші етті осылайынан турап аласыздар, ірлек қылып. Сосын етті жақсылап орташа отта 10 минуттай қуырамыз. Табаға азғантай май құю керек, қатты көп болмасын. 10 минуттай қуырылғаннан кейін үстіне пиязды осылайынан дөңгелек етіп турап, бір пияздың жартысын ғана саласыздар да. Газды баяу отқа қойып 40 минут демейсіздер. Содан соң міне осылай картопты, міне чеснок, болгар бұрышы, пияз, қызанақ, капустаны осылайынан дайындап аласыздар. Міне біздің етіміз пісті, 45 минуттай уақытта пісті. Енді татымына қарай бұрыш, татымына қарай тұз саламыз. Содан соң жаңа қалған жарты пиязымызды осы еттің үстіне қойып шығамыз. Тура видеодағыдай. Содан соң оның үстіне сәбізді осылайынан орналастырамыз. Одан соң үстіне картопты саламыз. Оның үстіне болгар бұрышын осылайынан саламыз. Болгар бұрышын үлкен қылып 4-ке бөле салған дұрыс. Содан соң үстіне қызанақтарды саламыз. Содан соң оның үстіне сарымсақты саламыз. Содан соң оның үстіне капуста мен осындай көк пиязды саламыз. Содан соң тұзды кішкене шашып, ең үстіне осылай орам жапырақтарымен бетін толық жабамыз. Менде штативім сынып қалған, сондықтан да бір қолмен түсіріп тұрмын. Кішкене ыңғайсыз көрініп тұрған үшін кешірім сұраймын. Енді осылайынан қазанның бетін жауып, баяу отқа қойып 45 минут пісіріп аламыз. Біздің дімлемамыз дайын болды. Өте дәмді, сочный болып шығады. Еті небәрі көп болса дәмдірек болады. Менде еті кішірек аз болып қалды. Бірақ мен рецептке идеально несін жазып кетемін. Еттің, картоптың қатынасын. Үстіне сәндік үшін кез келген жасыл укропты істетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған ора ас болсын.